Сәлем баршаңызға. Алла тағала біздің ішімізде. Алла тағаламен сөйлесіңіздер. Жан дүниелеріңізбен қандай сұрақтарыңыз бар, айтыңыздар. Алла тағалам көкте емес, Алла тағала барлық жерде, біздің ішімізде, айналамызда. Алла тағала бізді естіп тұр, сезіп тұр, көріп тұр, біліп тұр. Сұрақтарыңызбен Алла тағаламен сырласыңыздар, сөйлесіңіздер. Ол туралы кинода шығарған беседасы бүгін деген 2006 жылы шыққан. Мен оны көктемде ғана көрдім. 20 жыл бұрын шыққан. Кітабы бар. Қазір кітабын тыңдап жүрмін. Әлі до конца көріп тыңдап болған жоқпын. Қаншама инсайттар келеді. Сіз қандай көптеген сұрақтарыңызға сол жерден жауап аласыздар. Барлықтарыңызға кеңес беремін. Беседасы бүгін деген аудио кітабын көріңіздер, тыңдаңыздар. Ютубта бар. Жолда кетіп баратқанда, немесе бір шаруа жасатқанда тыңдасаңыздар, көптеген сұрақтарыңызға жауап аласыздар, инсайт аласыздар, көптеген білім, ақпараттар аласыздар. Алла тағала бар. Алла тағала ол біздің ішімізде. Алла тағаламен сөйлесіңіздер. Мен де Алла тағаламен сөйлестім. Мен көктемде қатты депрессияға кіріп, қатты ауырып қалған кезде, сол кезде тыныштыққа отырып, неге ондай болды, не үшін деп тыныштыққа отырып сұраған кезде ішімнен сұрағыма жауаптар келді. Ол жауап берген ол біздің Алла тағаламыз. Қазір сіздерге айтайыншы. Алла тағалам сұрағыма жауап беріп тұр. Жаным Аллахым, адамдарға қазір не айтайын? Көбісі жетістікке жеткісі келеді. Жетістікке жету үшін не істеу керек? Жанын үңілу керек. Жанын үңілу керек деп айтып жатыр. Тыныштыққа келіп, айнадағы шумнан тоқтатып, ішкі әлеміңізге үңіліңіздер, тыныштыққа келіңіздер. Көптеген сұрақтарыңызға жауап аласыздар. Барлықтарыңызға сәттілік.